132 сабақ сан есімдерді қайталау дейді. 49 аты ойлан тап дейді. Хайуанаттар бағында сары, көк және қызыл түсті тотықұстар бар. Сары түсті тотықұстардың саны көк түстілермен бірдей, ал көк түстілердің саны қызыл түстілермен бірдей. Егер қызыл түсті тотықұс 3 болса, хайуанаттар бағында барлық неше тотықұс болады дейді. Бұл жерде 9, иә? 3, 9 болып тұр, иә? Саны 9 екен, жауабы 9 деп жазасыздар. Сан есімнің асынсыз дейді. Сан есім 3, иә? 3 деп тұр бұл жерде. 3 деген сан есім екен. Дара сан есім. 9 деп жазасыздар дейді. Енді қараңыздар бұл жерде 50-ші аты. Сен саяхат жетекшісің дейді. Сенің міндетің балаларды өзің тұратын көшемен таныстыру. Ол үшін көше кімнің атын екенін анықта. Ол туралы ақпарат жина дейді. Біздің көше Әлия Молдағұлова көшесі, Молдағұлова көшесі. Сенің көшеңіз қандай көше екенін білмеймін, бірақ біздің көше Әлия Молдағұлова көшесі. Сол туралы мәлімет қараңыздар. Әлия Молдағұлова 1925 жылы 25 қазанда Ақтөбе облысының Қобда ауданында Бұлақ ауылында дүниеге келген екен. Ол 7 жасында анасынан айырылып, нағашы ағасы Әбубәкірдің шаңырағында тәрбиеленген екен. Бәріміз білетіндей, Әлия Молдағұлова батыр қыз, иә? Қараңыздар. Әлия Молдағұлова бұл жерде. Әлия Молдағұлова кеңес мергені, иә? Мерген қыз, иә? Ефрейтор, кеңес одағының батыры екен ол. Ол отан соғыс жылдарында 2-ші Балта жағалаулы фронтында 20-ші әскердің 54-ші арнайы атқыштар бригадасында қызмет еткен екен. Осы жайлы біледі екенбіз, иә? Бұл соғысқа қатысқан біздің апаларымыз екен, иә? Өзінің батырлығымен көзге түскен екен. Мерген қыз екен. Енді қараңыздар. Өз-өзінен сан есімдерді қолдануды ұмытпайды. Осы сан есімдерді қолдануды ұмытпайды. 22-ші, 54-ші, иә? Бұл жерде сан есім екен бұл жерлерде. Бізде 54-ші аттылы жоспар бойынша мәтін құрастырып жаз дейді. Жоспар. Қазақстан жері, Қазақстан халқы, Қазақстан көрікті демалыс орындары дейді. Қараңыздар. Бұл жерде 51-ші аты Қазақстан жерінің көлем жөнінен дүние жүзінде 9-шы орын алады, иә? Қазақстан халқы 20 миллион құрайды, иә? Қазір кішкене асты. Қазақстан халқы 20 миллион құрайды. Санын айтып тұр. Саны бұл көрсеткіш бойынша Қазақстан әлемде 64-ші орында екен, иә? Жазады екенсіздер. Ал Қазақстан табиғаты көрікті. Демалыс аймақтар өте көп. Бұл жерде бірінші Қазақстан жерінің көлемі жөнінде дүние жүзінде 9-шы орын деп жазасыздар, иә? Орын алады деп бірінші. Ал мынау екіншінің сұрақтың жауабына үшіншісі. Қазақстан табиғаты көрікті демалыс аймақтар өте көп. Олар Көктөбе, Бурабай, Таусамалы, Баянауыл, тағы басқа екен, иә? Көп екен. Айман орманға саңырауқұлақ теруге келді. Алайда орманда улы саңырауқұлақ өте көп, көп еді дейді. Улы қызыл түсті дейді. Улы саңырауқұлақ қызыл түсті дейді. Сен айманға жеуге жарайтын саңырауқұлақтар тере алатындай жолды табуға көмектес дейді. Қараңыздар, біріншісі ана жерде лақ тұр, еліктің лағы. Бұл жерде қызыл саңырауқұлақ тұр, бұл улы деген сөз. Ана қасқыр тұр. Ол жерде қасқыр тұрған жерде улы, иә? Ал мына жерде бізде кіріп кетіп барады. Ол жерде улы саңырауқұлақ екен, иә? Ал мына бақа мен қоянымыз тұрған жерде бізде ешқандай улы саңырауқұлақ жоқ екен. Осы шығатын жол осы жерден шығады екен, иә? Сөйтіп саңырауқұлақты тереді екен. Міне. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа кездескенше сау болыңыздар. Каналымды тіркелуді ұмытпаңыздар.